сіздер мен Айсұлу, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі худи тігетін боламыз. Бұл худи ешқандай есеп-қисапсыз пішілуімен ерекшеленеді. Ол үшін бізге мынандай заттар қажет болады. Яғни трикотаж матамыз, яғни спортивный деген костюмге келетін матаны таңдасақ болады. Және де әртүрлі әдемілейтін осындай баулар, тесмалар, менде спорт деген жазуы бар, түнде жанатын бау. Матадан қанша метр кететіндігі туралы және де тағы да басқа мәліметтер видеоның астында сипаттамада жазулы тұр. Ең жақсы көретін футболкамызды аламыз, яғни кең тұратын. Сол футболкамыздың жартысы сиятындай қылып, матамызды екі бүктейміз. Шетінен кішкене ғана қылып, мінекей менде үлкен болып бүктелді, одан кейін екінші рет шағын қылып бүктедім шетінен. Мінекей осылай алдыңғы бөлігінің барлық қолын, мойындарын осылай ішіне қарай қайырып қоямыз. Тек қана алдыңғы бөлігінің пішінін анық алу үшін мінекей қолын осынша біз созамыз. Бізде худиіміз, яғни қолы түсіп тұрады иығымыздан. Дәл осылай аяғына дейін сызып тастаймыз сызғышпен. Мына жерде мойнын кішкене сәл жоғарырақ қылдым 2 сантиметрге. Футболканың мойны өте ашық болғандықтан худиіміз жабық болсын деп осылай жасадым. Және де қол айналымын үлкендеу қыламыз, кеңдеу қылып футболкадан қарағанда. Және де кішкене осы қолтық жерін осылай ғана дөңгелете төмен түсеміз. Етегінің ұзындығын өздеріңізге байланысты, яғни алдыңғы бөлігін сәл қысқалау қылып, артқы бөлігін ұзындау қылып аламын деп шештім. Осы жолы футболкамнан да төменірек 7-10 сантиметрге түстім. Бұл бізде алды. Мінекей бұл бізде алдыңғы бөлігі. Енді қалтасына осындай жерден орын қалдырамыз, оны кейін жасаймыз. Енді артқы бөлігінде жасау үшін дәл солай матаны шетінен бүктеп аламыз да, ровно сиятындай қылып, алдыңғы бөлігін орналастырамыз да, бірақ мойнына келген кезде сәл жоғарырақ қыламыз, өйткені мойны бізде артқы жағымызда жабықтау болу керек. Және де етек жағын көрдіңіздер, арт жағында мен кішкене кеңейттім. Яғни артқы жағы түсіп тұрады худидің, алдыңғы жағы бізде тіке болып тұрады. Енді біз жеңін тігуіміз қажет, ол үшін қолын осылай өлшеп аламыз, қанша екенін. Және де соған сәйкес матаны таңдап аламыз. Бұл бізде жеңіміздің ұзындығы. Тағы да 2 бүктейміз, яғни 2 жеңге. Ортасын белгілеп аламыз матамыздың екі жағынан. Сол ортасынан біз екі жағына қарай, оңға солға қарай, сол жаңағы өлшеп алған жеңіміздің сантиметрін аламыз. Яғни мысалға 15 болса, екі жақтан да 15 сантиметрден аламыз. Төменгі жақтан да дәл солай алуға болады жеңіміздің шет жағынан, яғни білекке қарай. Немесе ол жерде кішкене сәл қысқартуға да болады. Дәл ортасынан аламыз. Және де сол өлшемді қиып аламыз. Енді ортасынан тағы да бөлеміз бүктелген жерінен. Бұл бізде 2 жең. Яғни қараңыздар, мінекей осындай 2-4 бұрышты матасыз біз қиып алдық. Міне мынау ұзындық бізде аралық. Бұл біздің осылай қолымыздың басталған жері мен аяқталған жері жеңнің ұзындығы. Шамамен 30 сантиметр болды менде. Әрі қарай манжетке мен орын қалдырдым. Бұл мінекей осы ұзындықта айтып тұрмыз. Енді капюшонын сызып алуымыз қажет. Ол үшін кез келген куртканың, толстовканың капюшонын алып, осылай мен
қаншалықты сияды, соншалықты үлкен қылып капюшонның кең болғанын қаладым. Ал бұл бөлікті мен әлі қозғаған жоқпын. Ол үшін мойындарын өлшеп аламыз біз. Осы екі мойынды өлшейміз, бір-біріне қосамыз шыққан сандарды. Және де одан шыққан санды екіге бөлеміз де қайтадан одан 7 сантиметрді алып тастаймыз. Қазір түсіндіремін 7 сантиметр не үшін алып тастайтынымызды. Мінекей сол ұзындықты осы жерге келіп қоямыз. Және де капюшонымыздың ұштары содан аяқталуы керек. Сол нүктелерден міне. Сонда біздің капюшонымыздың мойны өлшенді. Сіздер одан да артық қылып алып тастасаңдар ештеңе етпейді. Кем болса, яғни алдыңғы жағы капюшонның кішкене бостау болады, яғни мойын жағы. Мінекей капюшонымызды қиып алдық. Енді мінекей капюшонның сыртқы жағы айналып тұратын өлшеп аламыз. Яғни капюшонның ортасынан тағы бір бөлік қосамыз. Сол үшін 7 сантиметрді алған болатынбыз. Осы аралыққа 7 сантиметр кетеді. Мінекей капюшонның екі ортасында болады ғой, осындай бөлік айналып тұрған. Осы бөлікті айтып тұрмын. Енді оны жасау үшін ұзындығын біз біліп алуымыз керек. Жаңа өлшеп алдық ұзындықты. Сол ұзындықтың жартысын аламыз да, мінекей осылай матаның шетінен. Соны екі бүктейміз. Осылай орта жағынан, шет жағынан бүктегеніміздің 7 сантиметрді өлшеп аламыз. Тігіске кішкене қалдыруларыңызға да болады, қалдырмасаңыздар да болады. Және де трапеция секілді кішкене кеңейте отыра сызып шығамыз, мінекей осылай. Яғни тік сызық емес, жантайта сызамыз үлкейте. Біздің капюшонымыздың дәл орта жағы кеңдеу болуы үшін мен сәл артықтау алдым. Ұзындығын жалпы артық қалып жатса, капюшонды қиып тастай саламын деген мақсатта. Енді алдыңғы артқы бөліктерін бір-біріне оң қарата иықтарын тігіп аламыз. Бірден оверлок машинасында тіксеңіздер болады, немесе жай машинада бір сызықпен тігіп, кейін тігістерді зигзаг тігіспен өңдеуге болады. Және де тігісті артқа қарата отыра, үстінен үтікпен басып үтіктеп шығамыз. Енді қолдарының бөліктеріне жеңімізді жалғауымыз қажет болады. Мінекей бағанағы қиып алған 4 бұрышты матамыз біздің. Осыны осы жерге жалғап тігеміз. Болғаннан кейін тігістерін үтіктеп шығамыз. Біздің түнде жанатын лентамызды осы жерге жеңіне салып тігіп шықтым. Сіздер оны салмасаңыздар да болады. Тігіп болғаннан кейін үстінен үтікпен бір бастым. Мінекей осындай нәтиже болды жеңдерінде. Енді жалпы бір-біріне оң қаратып, жаңғы бөліктерін тігіп шығамыз. Енді капюшонымызды тігуге кірісеміз. Ол үшін мінекей ортасындағы бөлігін бірінші бір капюшонына тігіп аламыз. Бір-біріне оң қаратып, теріс жағынан сыртынан тігеміз. Ол үшін инемен оңай болу үшін осылай қадап шығамыз. Мінекей мен арта алған жерім, оны болғаннан кейін қиып тастаймыз. Міне тігіп шықтық. Енді келесі бөлігін осы екінші жағынан инемен қадап шығамыз. Мінекей осындай капюшон болу керек. Мінекей тігіп шықтым екі жағынан. Тігістерді міндетті түрде үтікпен бір басқан дұрыс болады. Енді бауды салатын жерді осылай шетінен қайырып орын қалдыруымыз керек. Мінекей мен бірінші бір қайырып тігіп алдым кішкентай қылып шетінен. Енді екінші рет қайыруым керек. Енді осы аралықта менің бауым өтетін осындай клепканы салуды жөн көрдім. Бірақ мен біраз қателестім бұл жерде. Мінекей осылай дәл қиып тұрып өткізіп аламыз клепканы.
екінші бөлігін салып, мінекей осындай торттың құралдарына арналған шариктермен ұстап тұрып, үстінен балғамен ұрдым. Мінекей осындай нәтиже берді, бірақ та өзінің арнайы машинкалары болады, сонымен салған әлдеқайда жақсырақ әрине. Мен біріншісінде нәтижесі жақсы болды да, екінші жағына келген кезде нәтижесі оңды шықпады, сондықтан дәл солай қалдырдым. Және де әрі қарай айналдырып тіктім, бау өтетіндей қылып. Мінекей, енді капюшонымыздың мойнына жалғап тігу үшін мойынның бізде артқы жағының жартысын тауып аламыз ортасынан белгілеп, және де капюшонымыздың да дәл ортасын тауып аламыз белгілеп. Сол жерден бастап инемен қадап, екі жаққа қарай бір-біріне қадап, осылай жүріп шығамыз. Мінекей көрсетіп тұрмын, бір жағы менде темір болып тұр, клепка, екінші жағында сәтті болмай осылай қалдырдым. Себебі карантин кезінде бізде барлық дүкендер жабық болып, сатып алу мүмкіндігі болмады. Енді біз алдыңғы бөлігіне қалта салмақшымын. Мінекей дәл осылай шамамен қалған матадан қиып алдым. Және де осы қалтаны дублерин болған үйде осылайша дублерин жабыстырып шықтым. Үтікпен жабыстырып алдым да қиып тағы да бір үтіктедім. Мінекей. Енді қалтаның орнын осы жерге белгілеп алу керек, және де қалтамыздың ашық қалатын бөлігін осылай қайырып шет жақтарын әдемілеп тігіп қойдым. Енді мінекей қалтамыздың түбін тігіп аламыз, ол үшін оң қаратамыз да осы жерден бір жүріп тігеміз. Және де қалтаны тігер кезде екі шеті қайырулы болу керек, міне көрсетіп жатырмын. Бірден қайырып тұрып тігеміз екі шетін. Енді осыны қайтадан өзінің орнына қойып, екі жанын қайра және де жоғарғы жағында қайра төмен қаратып тігіп шығамыз. Мінекей қалтамыз дайын болды. Енді капюшонымызбен және мойын жақтарын өңдеуіміз қажет. Ол үшін осындай ұзын мата қиып алдым мен кішкене жіңішкелеу қылып. Осылай біз капюшонды ішінен және де мойын жақтарын барлығын сыртынан осылай тігіп аламыз. Көрсетіп тұрғандай мынау міне капюшонның үстінен өтіп жатырмыз. Тігіп аламыз да бірінші бір өтіп айналдырып, мінекей осындай болды міне тіккен жерім. Және де мына шетіне келген кезде оларды біріктіріп тігіп жібереміз. Артық қалса артығын қиып тастап, қалған жерін тігіп тастаймыз біріктіріп. Мінекей осылай болды. Енді осыны тағы бір бүктейміз. Сосын тағы да бір бүктеп, яғни екі бүктеп, ішіне қарай қайырып, іштегі мойындағы жаман көрініп тұрған тігістердің барлығын жасыра тігіп тастаймыз сыртынан бір өтіп. Бұл біздің мойнымыз әдемі болып көріну үшін, яғни горловина дейміз. Мінекей осылай болды. Енді жеңіне манжет тігуіміз керек болады. Яғни мен манжетке сантиметр қалдырған болатынмын. Мінекей осындай мата қалдықтарынан екі бүктейміз де осылай өлшеп аламыз шамамен білегімізді. Мінекей осындай мата болды. Осының екеуін қиып алдым. Шетін тігіп тастаймыз бірінші осылай. Манжетіміз созылатын мата болмаса, бізде бұндай манжет пайда болмайды. Сондықтан созылатын мата керек міндетті түрде. Біз өйткені міне манжетті екі бүктедік, енді сыртынан оң айналдырып жеңімізге кигізіп жатырмыз. Оң жақтарын бір-біріне қаратып, тігістерін сәйкестендіре, енді біз манжетімізді керіп, яғни мінекей осылай созып, жеңімізге тігіп отырамыз, айналдырып. Мінекей осындай болады. Яғни тіккеннен кейін мінекей кішкене болса да біздің жеңімізді әдемілеп бүрістіріп, аккуратно қылып тұрады. Өңдеп шықтық. Мінекей. Егер созылмайтын мата болса, бізде манжетімізді тігу қиын болады. Сондықтан созылатын мата бөлек алып алыңыздар, егер сіздердің жалпы маталарыңыз созылмаса. Енді худиіміздің шет жақтары, яғни етегінің төменгі жақтарының шетін өңдейміз. Ол үшін дублерин матаны осылай ұзыннан ені 1-1 сантиметр болатын көп қылып лента сияқты қиып алдым. Оларды бірінші беткі жағына тігіп шықтым осылай, оң жағынан. Және де оны кейін қарай айналдырып, теріс қарай екі рет бүктедім.
Сонда бізде шет жағы көрінбей тұрады. Және де оның үстінен тағы бір тігіп шықтым. Сосын болғасын үтікпен бастым. Яғни шет жақтары бізде қатайып әдемі болып көрініп тұрады. Мінекей осындай худи бізде пайда болды. Сіздермен болған Айсұлу. Егер де менің видеоларым, жалпы шығармашылық жұмыстарым ұнаса, сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын.